Президент Тоқаев сұхбатында бір емес 3 АЭС салуымыз мүмкін деді, ал салушы ресейлік Росатом болуы мүмкін. Ендеше Росатом басқа елдерде АЭСті қалай салып жатыр? Айтып берейін. Росатом бүгінде Түркияда Аккую деп аталатын АЭСті 2018 жылдан бері салып жатыр. Ол аяқталуға шақ қалғанда бір мәселеге тап болды. Себебі немістің Siemens компаниясы ақшасы төленіп қойған жабдықты жеткізуден бас тартқан. Ал тағы бір оқиға Вьетнамда болды. 2013 жылғы жасалған келісім бойынша елде Росатом 2020 жылға дейін АЭС салуы керек еді. Алайда Вьетнамда энергия тапшылығы азайды деді, қаражат жеткіліксіз деді, құрылыс сол күйі салынбай кетті. Росатом Бангладеште де АЭС құрылысын аяқтай алмай отыр. Келісім 2011 жылы жасалған, ал құрылысы 2017 жылы басталған. Бірақ талай күрделі мәселелер шығып, арты адам өліміне дейін барған. Беларусьте құрылысы 2013 жылы басталып, 2020 жылы аяқталған Островец АЭСі бар. Балтық елдері мен Еуропа одағы бұл жобаны қауіпсіздік талаптарына сай келмейді деп сынады. 2016 жылы құрылыс кезінде реактор құлап, оны ауыстыруға тура келген. Литва мен басқа көрші елдер радиациялық қауіптен алаңдап, станцияны пайдалануға қарсылық білдірді. Росатом аяқтаған АЭС құрылысы Үндістанда, бірақ мұнда да бір кілтипан бар. Кудан-Кулам деп аталатын АЭС бойынша келісім 88 жылы жасалған. Арада Кеңес одағы құлады, қиындықтар болды. Құрылысы тоқтап, тек 10 жылдан кейін қайта жаңғырды. Ал тағы 15 жыл өткенде, яғни 2013 жылы алғашқы реакторы қосылған. Осыған қарағанда біздің елде бір емес 3 АЭС салынар болса, оған қанша уақыт жұмсаймыз? Ол кезде кім бар, кім жоқ? Ол кезде саяси контекст қандай болады? Қалай ойлайсыз?